Конституция елдің дамуы мен гүлденуінің берік негізі. Бүгін Алматыдағы ғылым ордасында осындай тақырыппен ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ата заңымыздың 17 жылдығы қарсаңында өткен жиынға Сұлтан Сартаев, Әбдімәлік Нысанбайұлы, Аманжол Қошанов сынды танымал академиктермен бірге жас ғалымдар да қатысты. Конференцияның мақсаты Конституция күнінің қоғамдық санадағы маңыздылығын арттыру. Мемлекет қолданысындағы құқықтық қайнар көзі ретінде жоғары заң күшіне ие негізгі заңға қоғам назарын аудару. Ата заңды дәріптеу дәстүрін нығайту. Сөз алған ғалымдар Конституция республикамыздың тұрақты дамуын қамтамасыз етті. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған басты құжат саяси тұрақтылық пен қоғамдық келісімді нығайту арқылы экономикалық дамуға жол ашты деді. Академик Сұлтан Сартаев өз баяндамасында тәуелсіздік баға жетпес байлығымыз екенін айта келе, 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялайтын кездегі сәтті тебіреніспен еске алды. Трибунаға келген кездегі менің қуанышыма шек болмады. Көзіме жас кетті. Дүние жүзінде 7 миллиард халық 194 мемлекетке ұйымдастырылған болса, сол 194 мемлекеттің тәуелсіздігін жариялаған 194 адам болды. Соның бірі болғандығыма мен өте қуанышты. Біздің Алматы қалалық Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының біздің өзіміздің органымыздың жоспарымен бүкіл толық аудандардың барлығында өтетін болады. 30-ына дейін, содан кейін 30-ында түгел қалалық үлкен мекеме өткіземіз, гүл шоғын қою, содан кейін ата-бабаларымыздың өзіміздің монументімізге гүл қою, тағзым ету іс-әрекеттері жасалынады.